Мұз секілді шербеттен біз білетін балмұздаққа дейін әлемді жаулаған балмұздақ тарихы туралы қалам айтып береді. Адамзат тоңазытқыш ойлап табылғанға дейін ақ балмұздақтың дәмін татқан. 2500 жыл бұрын ежелгі Иранда яхчал деп аталатын мұз сақтайтын күмбезді жерасты қоймалары салынған. Ал Қытайдың тұңғыш императоры сусындарды арнайы салқындатып ұстау үшін мұз шахталарын қаздырған екен. Жанкешті құлдар мен қызметшілер мұз бен қарды таудан сарайға жеткізу үшін өмірін қатерге тігетін. Аңыз бойынша венециялық саяхатшы Марко Поло балмұздақ жасау рецептін Қытайдан ұрлап әкеліпті деседі. Арада 2 ғасыр өткенде Францияның болашақ патшайымы Екатерина Медичи оны Италиядан әкеледі. Осылайша балмұздақ Еуропаға кеңінен тарала бастайды. Бірақ бір анығы, қазіргі біз жеп жүрген балмұздақтың бастауы шығыста жатыр. Өйткені дәл осы Үндістаннан жерорта теңізіне дейінгі мұсылман әлемінің жеміс шербеттері, сүтті тәттілері, хош иісті дәмдеуіштері мен жаңғақтары төрткүл дүниеге тараған. Кейін италиялықтар мұздату әдістерін сынап көре бастағанда осы шығыс дәмдерінен шабыт алған. Осылайша алғашқы балмұздақтар пайда болды. Орталық Азияда балмұздақты мұз, жеміс пен балдан жасайтын, тіпті оны ет тағамдармен қатар ұсынып, кең дастарханның ажырамас бөлігі деп санайтын. Ғасырлар өтсе де балмұздаққа деген құмарлығымыз сол қалпында сақталған. Бүгінде оның тарихы Қазақстандағы бұрыннан келе жатқан өндірушілердің бірі балмұздақ компаниясының өнімдерімен жалғасып жатыр. Көпшіліктің сүйікті бренді Ленгерская ассортиментінде классикалық үлгілерден бастап талғампаздарға арналған ностальгия, жаңғақ пен шоколад қосылған жаңа дәм Түркістан түрі бар. Ленгерская — балалық шақтың тәтті естелігі.